Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін сіздерге араб халқының тәттісі басбуса пирогының рецептісін ұсынатын боламын. Бұл пирогтың іші ылғалды, дәмі сонда керемет болып шығады. Басқа пирогтарға ұқсамайды. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттардың мөлшерін бір кеседе етіп аламыз. Алдымен ыдысқа бір жұмыртқаны салып, үстіне бір кесе сұйық май, айран, қант, ұнтақ жармасы, кокос түйіршіктерін салып, барлығын миксермен жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызға бір қасық қопсытқышты салып, араластырып, массамызға аз-аздан салып, араластырып отырамыз. Енді формаға қамырды саламыз. Менде форманың диаметрі 26 сантиметр. Пирогты қызып тұрған пешке 180 градуста 40 минут пісіреміз. Пирогтың пісуіне шамамен 10 минуттай қалған кезде сироп дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысқа суды, қантты салып, ысытамыз. Араластырып тұруды ұмытпаймыз. Ысығаннан кейін үстіне лимон шырынынан 3 ас қасықтай қосып қайнатамыз. Бір қайнағаннан кейін газдан алатын боламыз. Енді пирогтың піскенін таяқшамен тексеретін боламыз. Егер де таяқшамыз ылғалды болып шықса, онда пешке тағы да 10-15 минутқа қойып аламыз. Енді сиропымызды құямыз. Көріп тұрғандарыңызда видеода мен аз-аздан құйып жатырмын. Егер де барлығын құйып жіберетін болсаңыздар, онда формадан сиропымыз ағып кетуі мүмкін. Пирог суығаннан кейін осылай әдемілеп кесіп, үстін қалауыңызша әсемдеп шығасыздар. Мен фисташкамен әсемдеп қойдым. Сіздер жаңғақ қойып немесе кокос түйіршіктерін үстіне осылай қойып шықсаңыздар да әдемі болып шығады. Мінекей қыздар, біздің пирогымыз пісті. Пирог осындай әдемі әрі жұмсақ болып шығады. Бұл пирог араб елінің сүйіп жейтін пирогтарының бірі. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алда тағы да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Айгерім.